ма? Мына ұлттық киімдеріңді киіп алыпсыңдар. Енді басқасына былай тоқталып өтетін болсам, мына баламның басындағы, қызымның басындағы бөрікті тақия, мына қызымның басындағы бөріксіз тақия деп аталады. Бұнда енді үкі тағылады. Үкі өте жақсы, көз тимес үшін жақсы зат болған бұл үкі деген. Тақия кимеген уақытында қыздарға мынандай шекелік атайды. Мына осыны тағып қойған. Мұны шекелік деп атайды. Одан кейін мынау қағым. Бұның нағызына тағайды. Бұны қыздар сәндік үшін таққан кезінде қыздарға тағып қояды осындай қылып, әдемі қылып. Мынау білезікті енді кезінде апалар таққан, үлкен әжелер таққан бұны. Мынандай қылып, мынау 3-тік болады, 5-тік болады. Бұл үлкен кісілерге тағып жүрген өздері. Мынандай қылып. Сосын жалқы білезік деген болады. Оны қыз балалардың қолына тағып қояды. Мынандай қылып. Әже, сіздің басындағы не? Ол да әдемі екен. Бұны кимешек деп атайды. Бұл кимешекті үлкен апалар киген кезінде. Жас келіншектер нелер кимеген. Үлкен апалар киіп отырған. Кимешек деп атайды бұны. Жүрі ме? Кимешек. Мына ұлттық киімді бұрындары наурызға ғана киюші еді. Қазір енді осы аузымада, мектептерге киіп, көшелерде киіп, наурыздарда киіп, насихат алып жүр. Сол ұзағынан болсын дейміз. Әрі қарай жалғасын тапсын. Енді ұлттық киімімізді киіп алып, әрі қарай не істейміз? Әрі қарай енді қазір осы киімдерімізбен көшеге барамыз. Наурыз жеті түрлі тағамнан наурыз көжесі келінеді. Соны барып көріп, ішіп, қызықтап қайтамыз. Концерт болады, ат жарыс болады. Бұл жерде арқан тартыс болады, ойындар болады, спорттық. Соның бәрін көріп қайтамыз. Сосын көршілерге кіріп, құтты болсын айтамыз наурызын, ақ мол болсын деп. Сондай тілектер айтып, бәрін аралап қайтамыз. Ал онда не отырыз? Кет, наурыз тойлайық. Жарайды, барайық. Наурыз тойлап келейік, балам? Иә. Кеттік па? Иә, кеттік.